Мен қазақтың ханы Қасыммын. Мен 1511 жылы қазақ хандығының билігін қолға алдым. Менің тұсымда қазақ хандығы қуатты мемлекетке айналды. Хандықтың халқы мен жері айтарлықтай артты. Мен сыртқы саясатта бейбітшілік пен тұрақтылықты көздедім. Көрші елдермен тең дәрежеде қарым-қатынас орнаттым. Мәскеу мемлекетімен дипломатиялық байланыс орнатылды. Бұл қазақ хандығының халықаралық беделін арттырды. Менің билігім кезінде қазақ хандығы Еуропаға танылды. Қазақтар дербес халық ретінде жазба деректерге енді. Ел ішіндегі тәртіп пен әділдікке ерекше назар аудардым. Халықтың бірлігі мемлекеттің тірегі деп білдім. Мен енгізген заң жүйесі Қасым ханның қасқа жолың деп аталды. Бұл заң 5 негізгі бөлімнен тұрды. Қасқа жол сол заман үшін өте маңызды заң болды. Ол қазақ хандығының ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етті. Мен жер дауын әділ шешуді заңын мүліктік заңды бекіттім. Жер елдің негізі, оны бөлу әділдікпен ғана жүзеге асуы керек болды. Мал дауы қазақ қоғамында ең жиі кездесетін дау еді. Сондықтан мен малға қатысты дауларды нақты ережемен шешуді заңға енгіздім. Қылмыс жасаған адам жауапсыз қалмауы тиіс болды. Қылмыстық заңды енгіздім. Бұл заң қылмысты тоқтатып, ел ішіндегі тәртіпті сақтауға қызмет етті. Елді қорғау әр азаматтың міндеті деп белгіледім. Әскери заң бекіттім. Соғыс кезінде тәртіп пен бірлік заң арқылы қамтамасыз етілді. Жұртшылық заңы мен елшілік заңы халық арасындағы халықаралық қатынасты реттеді. Бұл заң ел бірлігін сақтауға және татулықты нығайтуға бағытталды.